Бізге қажет 200 грамм сүзбе, 1 ас қасық қант, 4 ас қасық ұн, 1 жұмыртқа. Әрі қарай жұмыртқа мен сүзбені алып, бәрін шанышқымен дәл осылай еземіз. 1 ас қасық қант пен 4 ас қасық ұнды үстінен қосып, қамыр болғанша барлығын жақсылап араластырамыз. Сосын тарелкаға ұн себеміз. Мен қамырдың жартысын ғана аламын, екіншісін келесі күнге қалдырамын. Сіз оның бәрін алып жасай берсеңіз болады. Осындай рулетик жасаймыз. Кейін оны ұнға аунатып, содан кейін бірдей бөліктерге кесемін. Кейін әр бөлікті алып, оны да ұнға аунатып шығамыз. Бір келгі әдемі үлкен таблеткаларды жасап шығамыз. Осылай үстін және шеттерін тегістейміз. Табаны орташа отқа қыстырамыз. Сосын ірімшіктегі ұнның бәрін қағып алып тастаймыз және қызыған табаға майсыз қуырамыз. Қақпағын жауып 3-4 минутқа қалдырамыз. Кейін екінші жағын төңкеріп, қақпағын қайтадан 3-4 минутқа қалдырамыз. Міне барлық сырниктер бізде дайын. Енді қалағандарыңызша безендіресіздер. Менің каналыма тіркеліп, ұнаса лайк басуды ұмытпаңыз. Сонымен қатар менен тағы қандай видео күтесіз, комментарийға жаза кетіңіз. Сау болыңыздар.